Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер модный тренд каналыма. Бүгін мен сәнді қара көйлектер 2023-2024 жылдар трендтар мен жаңалықтар туралы айтатын боламын. Қара түс шкафтағы негізгі түстердің бірі болып саналады. Ол аристократия мен ақсүйектікті бейнеге қосады. Осы жылдардағы сән трендтарын жинап, осы маусымда қара көйлектердің ең өзекті үлгілерін атап өтемін. Гардеробтың негізгі бөліктері маңызды. Олар қарапайым, бірақ есте қаларлық көріністі жылдам жасау үшін пайдаланылуы мүмкін. Әрбір сәнгерге міндетті жиынтықта қара көйлек бар. Оны жыл мезгіліне қарамай киеді. Кез келген жағдайларда, тіпті күнделікті күнде немесе іскерлік кездесуде сәйкес келетін көптеген нұсқалар мен стильдер бар. Ал қара түс ұтысқа ие, ол талғампаздық береді және ешқандай толықтыруларсыз көрінеді. 2020-2024 жылдардағы сән үрдістерін түсіну үшін мен шынымен қызықты түпнұсқа болып көрінетін ең әдемі және стильді көйлектерді жинадым. Жазда қара көйлек киюге болады ма? Қара көйлек жазғы көріністе керемет көрінеді деп ойлаймын. Бұл реңкті сіз бағаламаңыз. Бұл шынымен ханымға жұқа силуэт жасауға көмектеседі. Ал талғампаз киім кескінге ерекше талғампаздық қосады. Шанель қара көйлек туралы не айтты? Бірде ұлы Габриэль Шанель келесі сөйлемді тастады: кішкене қара көйлек әрбір әйелдің гардеробында болу керек. Бұл сән әлемі әлі біле бермейтін нағыз бумның, моданың басы болды. Әйелдер оның кеңесін қуана орындады. Әйел гардеробында қара көйлек болмаса, ол толық емес. Сәннің қыңырлығына қарамастан, ол әрқашан танымал болып қала береді. Ал оның сыры неде? Сыры ең керемет нәрсе өте қарапайым. Қазіргі уақытта қара көйлек аза тұтумен байланысты емес. Өйткені уақыт өтіп, ол мүлдем қарама-қарсы мағынаға ие. Бұрымдарсыз қара көйлек сұлулық стандарты. Қара көйлек сұлулықтың, талғампаздықтың және әйелдіктің стандарты. Ханымдар оны өмірдің әртүрлі сәтінде, романтикалық кештерде, көңілді және қуанышты оқиғаларда, іскерлік кездесулерге дейін киюде жөн көреді. Жаңа сән үлгісін білетін әйелдер көйлектің жаңа үлгісін тез байқап бағалады. Біріншіден, оны тігу оңай. Екіншіден, мұндай көйлекті кез келген әйел сатып алады. Үшіншіден, мұндай көйлек үшін әртүрлі шаш үлгілерін, аяқ киімдер, аксессуарларды және зергерлік бұйымдарды, макияжды таңдауға болады. Оның өзін қалай көрсететінін толығырақ қарап отырыңыздар. Бұл киімнің стандарты ешқашан болған емес. Қатаң және іскер әйелдің бейнесі үшін кішкене қара көйлек, қарапайым зергерлік бұйымдар және күнделікті макияж қолайлы. Қара көйлек жұмысқа да, мерекеге, іс-шараға, театр, концерт, романтикалық кешке, асқа, мейрамханаға да баруға жарамды. Кешкі макияж онымен керемет үйлеседі. Кішкентай қара көйлек ешқандай шарттарды талап етпейді, бірақ ол бәрін қабылдайды және сәтті қызмет етеді. Ол үшін сіз косметиканың қалыпты реңктерін ала аласыз, бірақ жарқыраған зергерлік бұйымдарды киіңіз. Кішкентай қара көйлек барлық жастағы әйелдерге арналған. Бұл жас қызға да, қарт әйелге де керемет көрінеді. Фигураға келетін болса, қара көйлек дұрыс стильді таңдайтын болсаңыз, әлде қайда жіңішке етіп көрсетеді. Фигураны тігіншілер мен ілгіштерді сәтті орналастыратын ептілікпен түзетеді. Және қандай аксессуарлар қара көйлекпен жақсы үйлеседі. Бұл белбеулер, жеңіл орамал шапан, қол сөмке, портфель сияқты. Күндізгі уақытта жұқа тізбектегі сөмке, сәнді інжу болуы мүмкін, бірақ кешке сүйкімді брош немесе талғампаз шляпамен өте жарасып кетеді. Барлығы көйлекпен тамаша үйлеседі және онымен жақсы үйлеседі. Егер әйелдің гардеробында қара көйлек болса, онда ол әрқашан сәнді және сенімді көрінеді. Бұл әрқашан ерекше және сәнді, өйткені оның авторы Коко Шанельдің өзі. Мұндай көйлектегі әйел өте сәнді көрінеді. Әрбір әйел кішкентай қара көйлек стилін тапсын. Ол әдемі, сүйкімді, көздің таң қалдыратын, қайталанбас сүйкімді және таңғажайып, мінсіз жарқын және романтикалық болып саналады. Өз басым бір қара көйлекпен 10 образ жасай аламын. Бірде рубашкамен, немесе футболка, жейде, неше түрлі аксессуар мен іскерлік кезінде пиджакпен комбинация жасап, бір қара көйлек көп көмекке келеді. Сондықтан кеңесім сіздерге видео толық қарап, лайк басып, коммент қалдырып, маған тіркеліп, сан әлеміндегі өзгерістерді біліп отырыңыздар. Рахмет.